Ассалаумағалейкум, эфирде Хабар 24 арнасының кезекті жаңалықтары, студияда жұмыс істейтін Азамат Әбілқайыр. Қызылорда облысында 2017 жылдан бері темір жол бойында 30-ға жуық адамды пойыз қаққан. Шойын жолдың белгіленбеген жерінен өту заңға қайшы болғанымен, тұрғындардың көбі қауіпті төте жолды үйреншікті бағытқа қылып алған. Осы орайда сырбойлықтар қаланы қақ жарған қос рельсті магистраль бойынан жерасты немесе жол үсті бірнеше өткел керек деп отыр. Қамбар Бекенов жалғастырсын. Елу мыңдай тұрғын қоныстанған Шанхай шағын ауданы мен қала орталығын байланыстыратын төте жол болғандықтан ескі темір жол өткелінен адам үзілмейді. Арнайы бекет болмағандықтан жүрдек пойыздар жылдамдығын бәсеңдетпей өтеді. Күніне 2 рет өтем ғой, былай қарай бір, былай қарай бір. Балдарға апасы астынан өтіп атады, басып кетсе обал ғой. Қорқынышты. Мына жерде пойыздар тұрады, астынан өтеміз. Пойыздар тұрады, астынан кіттай балдарға дейін өтеміз. Бұрында болған мына жерде. Жауып тастады ғой. Қазір мысалы скорый пойыз өтсе, мына кішкентай балдар қағып кетеді ғой. Сондықтан керек, обязательно ол. Жергілікті жұрт аспалы және тез көпір атап кеткен өткелдердің арасы ондаған шақырым болғандықтан Кібей шағын ауданының тұрғындары да темір жолды әр жерден кесіп өтеді. Желілік ішкі істер бөлімі мен ювеналды полиция және жол дистанция қызметкерлері тұрғындарға түсіндірме жұмыстарын ұдайы жүргізеді. Әсіресе құлаққап таққан жүргіншілерге ескерту жиі жасалады. Тіпті өткен жылы белгіленбеген жерден өткен үшін 1000-ға жуық адам әкімшілік жауапкершілікке тартылған. Дегенмен халық талапқа сай көпір болмағандықтан үйреншікті сүрлеумен тіке тартады. Шұғыла мен Кібей мөлтек аудандарын жалғайтын мына жабайы өткелмен күніне 1000-нан астам адам өтеді екен. Оның басым бөлігі оқушылар. Соңғы 5 жылда осы аралықта 7 қайғылы жағдай тіркелген. Сондықтан осы маңда жаяу жүргіншілер көпірі салынатын болып шешілді. Құрылыстың ұзақтығы 4 ай. Оған тиісті 320-да 5 миллион теңге қаржы бөлінді. Қазіргі таңда мердігер мекеме анықталды. Құрылыс жұмыстары бекітілген жұмыс кестесіне сәйкес жүргізілуде. Ол көпірде де осы мүмкіндік шектеулі адамдарға арналған көтеру қондырғысы екі жақ бетінен орнатылатын болады жобаға сәйкес. Жыл басында 10 рельс кесіп өтетін Белкөл кентінде ұзындығы 105 метрлік жаңа көпір пайдалануға берілген болатын. Темір конструкциялы өткелдер қаланың бірнеше тұсынан салынады. Қамбар Бекенов, Ахан Алиев, Қызылорда, Хабар 24. Павлодарлық оқушылар қоршаған ортаны аялауға бағытталған ауқымды шараға қатысып жатыр. Оқушылар пластиктің бірнеше тоннасын жинап, одан түскен қаражатты қайырымдылыққа жұмсады. Келесі материалға зер салайық. Экобум экологиялық әрі қайырымдылық акция. Оған облыстың барлық мектеп оқушылары белсенді қатысып жатыр. Балалар пластик қақпақтарды жинап, қайта өңдеуге тапсыруға атсалысуда. Я со своими родителями собирала крышку. Ата-анаммен бірге 3 ай бойы қақпақтарды жинадық. Енді тапсыруға келдім. Анам пластиктің зияны туралы түсіндірді. Табиғатқа зиянын келтірсе де, одан басқа да заттарды жасауға болады. Сондықтан акцияға қатысуды шештік. Пластик қақпақ қайта өңделетін сапалы материал, шикізатты балқытып, кеспе тас пен тұрмысқа қажет өзге де заттарды жасауға болады. Бүгінде бір келістің бағасы 120 теңгеден асады. Бірінші анам айтты, осылай жинайық, сосын мектепке апарасын. Сосын мен жарайды айттым, сосын біз 7-8 бөтелке жинадық. Экологиялық жоба алғаш рет өткен жылы қолға алынған. Басты мақсат келер ұрпақты табиғатты аялап қамқор болуға шақыру. Ал пластик қалдықтарынан түскен қаражат қайырымдылыққа жұмсалады. Біріншіден балаларды қайырымдылыққа шақырады, балаларды мейірімділікке тәрбиелейміз және экологиялық мәдениетті қолдау болып табылады. Өткен жылы осы науқанда 3 тоннаға жуық қақпақтарды жинап, оның 2 жаңағы қатты ауруға шалдыққан баланың шотына ақшаны аударсақ, биыл да осындай жақсы мейірімді іс жасаймыз деп отырмыз. Былтыр оқушылар жинаған 2800 келі пластик қақпақ қайта өңдеуге тапсырылды. Нәтижесінде 167 мың теңге көлемінде қаржы түсті. Ал осы жолы 3000 тоннадан астам пластикалық қалдық жиналған. Ақмарал Есімханова және Марат Игіліков, Хабар 24, Павлодар. Жаһаннан бірер ақпар. ақшыда бірнеше адамның қазасына келген атыс болды. Бұл жолы Техас штатындағы Кливленд қаласында қарулы қаскөй 5 адамда атып тастаған. Арасында 8 жасар бала да бар. Полицияның айтуынша қаза болған 2 әйел денелері мен балаларын жауып, ажалдан арашалап қалды.
Көршіден бір әйел шығып, кішкентай баламның ұйқысын бұздыңыз деді. Бұған ол өз үйімде білгенімді істеймін деп жауап берді. Бұдан кейін қылмыскер көршіге басып кіріп, көзіне түскендердің барлығына бей-берекет оқ жаудырған. Сол кезде үйде 10 адам болған, 38 жастағы қаскөй орманға қашып кетті. Қазір тәртіп сақшылары іздестіру амалдарын бастап кетті. Еуроодақта балаларға арналған дәрі тапшы, әсіресе қызу мен ауруды басатын препараттар және антибиотиктер жетіспейді. Күзде тұмау секілді әртүрлі инфекциялар тарай бастағанда жағдай ушығуы мүмкін дейді сала мамандары. Осыған байланысты Германия, Франция, Швейцарияда дәрігерлер өз елдерінің денсаулық сақтау министрліктеріне шұғыл шара қабылдау жөнінде бірнеше рет хат жазған. Ұлыбритания ханшайымы қазақстандық экологқа халықаралық Уитли табиғатты қорғау қорының сыйлығын табыстады. Альберт Сәлімгереев еліміздегі ақбөкен популяциясын сақтауға қосқан үлесі үшін марапатталып қана қоймай, грант та ұтып алды. Альберт Сәлімгереев ақбөкендерді зерттеумен 15 жылдан бері айналысып келеді. Батыс Қазақстандағы киіктердің оралдық популяциясын сақтаудағы еңбегі зор. Қоршаған ортаны қорғаудағы тәжірибесімен бөлісу үшін халықаралық байқауға өтінім жіберіп, нәтижесінде әлем бойынша 6 жас көшбасшының қатарында үздік деп танылды. Мен ұсынған жобаның мақсаты киіктер мен үй жануарларының жайылым мен суға талас кезіндегі қақтығыстарын анықтап, оларды болдырмаудың жолдарын іздеу. Менің жаңалығым сол аумақта тұратын халықты жұмыла жұмыс істеуге шақырып, өз ұсыныстарымызды мемлекетке жеткізу. Марапаттау рәсімі корольдік географиялық қоғамда өтті және Уитли табиғатты қорғау қорының 30 жылдығына арналды. Лауреаттарға сыйлықты қор меценаты Ұлыбритания ханшайымы Анна табыстады. Жеңімпаздар өз жобаларын дамыту үшін 40 мың стерлинг фунты, яғни шамамен 22 миллион теңге көлемінде грантқа ие болды. Өз орталығында жағдайды жақсы жағына өзгертуге кірісіп, шынымен де бүкіл күш-жігерін жұмсап жүрген жандарға шексіз ризамын. Олардың өмір салты жабайы табиғат біте қайнасқан. Сондықтан да бұл оңай жұмыс емес. Ақбөкеннің әлемдік популяциясының 95% Қазақстанда мекендейді. Өткен жылы жүргізілген санаққа сәйкес киіктердің саны 1 миллион 300 мыңнан асып, өсім тенденциясы байқалған. Ал 17 жыл бұрын браконьерлікпен бақылаудың жоқтығынан олардың саны бұрын соңды болмаған 50 мыңға дейін төмендеп кетті. Халықаралық сарапшылар еліміздің қоршаған ортаны қорғаудағы үлесін және жас мамандардың еңбегін жоғары бағалайды. Альберт Сәлімгереев осы марапатқа ие болған алғашқы қазақстандық. Мен оны студент кезінен танимын. Альберттің жергілікті табиғатты қорғауға қосқан үлесі орасан. Киік қана емес, қара құйрық және алтын емел ұлттық саябағынан табылған құланымда сақталуына атсалысып жүр. Ол өз ісіне қатты берілген жас маман. Қатары көбейіп келе жатқан популяцияны бақылауда ұстау үшін ақбөкендерді азайту туралы айтылып жүр. Альберт және оның әріптестері бұл мәселені ғылыми тұрғыда шешуге тырысуда. Жан-жақты қолдаудың нәтижесінде олар экожүйенің сақталуына себепші болатындарына сенімді. Ғалымжан Қараманұлы, Ұлыбритания, Лондон, арнайы хабар 24 үшін. Қарағандының хайуанаттар бағында кішкентай маймылдар дүниеге келді. Тұрқы бармақтай ғана қос маймылдың енді егіз төлі бар. Тропикалық тіршілік иелері әзірге төлдерін арқалап асырайды, бірақ асыр салып ойнауға құмар кішкентайлар шамамен 3 айдан кейін ғана жеке дара өмірге бейімделеді. Негізі бұлар табиғатта колониямен өмір сүреді. Бұлар оңтүстік Бразилияда өмір сүреді, көбінесе жаңағы нулы орман жерлерде. Сондықтан бұлар колониямен өмір сүрген өте жақсы бұларға, жеңіл. Сосын бір-бірінің балаларын асырап, өсіріп, сондай қамқорлық өте жақсы жасайды. Әкесі өте қарап тұрады, жаңағы құлақ кетпеу үшін байқап алдында жүреді, кетіп бір ұстап алып, сондай бір өздерінің бір ерекше мінездемелері бар. Қадірлі көрермен, біздің әзірге айтарымыз осы. Хабар 24 қосулы болсын, амандықта жолығайық.